Соңғы жылдары ауыл балаларының спортқа деген қызығушылығы артқан. Алайда Түркістан облысындағы 96 елді мекенде дене шынықтыру залы атымен жоқ. Ауылдардан спорт алаңдары қашан ашылады? Балаларды қандай спорт түрлері қызықтырады? Толығырақ тілшіміз Жандос Жұмабектің материалы. Бесқұбыр ауылындағы мына спорт залға осы аумақтағы 4 елді мекеннен 100-ге жуық бала келіп бокспен шұғылданады. Спорт залдың ашылғанына 1 жыл ғана болса да, араларынан жетістікке жеткендері бар. Солардың бірі Дидар Мұхаммед-Амин. 11 жастағы жеткіншектің қабілетін байқаған бапкерлер оны кәсіби деңгейде жаттықтырып жүр. Бірінші мамыр ауылында мектепте тренировка беретін, сол жақта істейтін. Кейін осы зал ашылды. Жақында осы Өзбекстаннан бірінші орын алдым. Көбінесе өзіміздің жарыстарда бірінші орын аламын. Келес ауданда 1,5 жыл ішінде 6 ауылдық округте тегін үйірмелер ашылды. Бұған дейін жеткіншектер бокс, үстел теннисі, еркін күрес, футболмен шұғылданса, биылдан бастап таэквондо, шығыс жекпе-жегі, дзюдомен айналысады. Қалған балдарынан гөрі ауылда жұмыс істеп жүреді. Қарапайым, қара күшті балдары ауылдан шығады. Ертең Қазақстан бар, Азия чемпионаты боласындар. Мына суретте ағаларың сияқты үлкен чемпион боласындар деп оларға жаңа насихаттаймыз. Олар сөйтіп қызығып бізге келіп жатыр қазір. Осы 14 ауыл округінде біраз ауылдық округ жерлерде әлі спорт үйірмелері жоқ. Спорт үйірмелері жоқ ауылдарда кәсіпкерлерді тартып, осындай спорт кешендері аштырып және дамытсақ деген мақсаттамыз. Ауыл балаларының спортқа деген қызығушылығы жоғары. Алайда облыстағы 96 елді мекенде спорт залы жоқ. Былтыр өңірде ауыл ел бесігі жобасы аясында 7 нысан пайдалануға берілсе, жеке инвесторлардың есебінен 44 спорт залы салынған. Биыл тағы 12 нысан қосылады деп жоспарланып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Қуаныш Әбуов, Хабар, Түркістан облысы.